Туғаным мен сағазыр шул жерде өтө адамдардың қату мұқтаждығына, адамдардың аудан үлі зарыл бір мұқтаж болған нәрсесі бұл илим, амал, анын ихлас. Шул үч нәрсеге қату мұқтаждығы бар. Мен үшін шулар жөнінде айтып берейін саға дейді. Алладан топық сұрап, мына тура сахих хадистерде келген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бейіш, адын бейіші дейбіз. Шул 8 бейіштің бірөсі. Адын бейішін жаратқан кесте, бейіш адындың içine адамдардың көзі көрбеген, құлағы ұқпаған, көңіліне, жүрегіне келчі ешбір мындай ой қиялына келбеген да нәрселерді жаратты дейді бейіштің içine. Анан Алла Таала бұйрық қылды бұл бейішке сөйле дептір. Сөйле десе бейіш айтыптыр, имандылар құтылды дептір. Бейіштағы 3 жол үшін то айтқан екен, бұл имандылардың құтылғанына бейіш куәлік өткен екен. Сондықтан иманду, ықласман, Құдай деген адамдар ғана бейішке керерін айтып атады. Момын мұсылмандың чынығы құлық мінезінің ішіндегі ықлас менен, Құдайға болған тақвалығы менен, анан илими менен, амалы менен мұсылман адам айрылманыш керек екен. Сөзсіз мұсылмансыз бі, сізде өзіңіздің заманыңызға да жараша, өзіңіздің диніңізге де жараша билим болуш керек. Анан жөн эле билим маалымат менен калып кетпестен ошол билимге жараша амал болуш керек. Адамдын жашоосунда өзүнүн билимине жараша жашоо өткөрүш керек. Анан барып ошол амалы кутултуучу амал болуш үчүн эртең Алланын алдына барып калганда көкүрөгүңүзгө бир адам үчүн, кожо көрсүн үчүн кылынып калбастан, чыныгы ыкласман Алла үчүн деп кылган адамдын амалы катары болуш үчүн ага ыхлас керек экен. Мусулман адамда ошол үчөөсү бириксе, илим, амал, ыхлас, андал кутулуучулардан бейиш ушундай адамдардан кад афлахал муъминун деп 3 жол айтып, бейишти сүйлө десе, ушундай деп сүйлөгөн экен. Анан дагы артынан улантып 3 жол ушинтип айтып, имандуулар кутулду, имандуулар кутулду, имандуулар кутулду деп. Мен сараң элге көрінгісі келген мақтанчақ адамдарға мен араммын дептір бейіш. Демек, мындай адамдар сараңдығы чектен ашқан, мақтанчақтығы чектен ашқан, қылса бір амалды Алла үшін емес, адамдарға көрініш үшін, адамдарға оғылыш үшін жасаған адамға мен арам болам деп айтқан екен.